Еркетай KZ сайты ұсынады. Керқұла атты Кендебай ертегісі. Ерте-ертеде Қаратаудың ойында, қара судың бойында Қазанқап деген кедей өмір сүріпті. Қазанқап құс атып, әйелі ау тоқып, жамау жамап күндерін көреді екен. Күндердің бір күнінде Қазанқаптың әйелі жүкті болады. 9 ай 9 күн дегенде әйелі босанады. Шекесі торсықтай ұл туады. Баласына Кендебай деп ат қояды. Кендебай ай сайын емес, күн сайын өседі. 6 күнде күліп, 60 күнде жүріп, ал 6 жыл дегенде жігіт болады. Ол өте күшті болыпты. Алысқанын алып ұрып, күрескенін оңай жығыпты. Терең құдыққа құлаған түйелерді жалғыз өзі тартып шығарыпты. Аң аулап, әкесіне жәрдемдеседі. Бара-бара құлан аулап, құралайды көзіне тигізген мерген болады. Арқар мен киікті, құлан мен маралды аулайды. Қара судың бойындағы қара үйлі кедейлер қарық болады. Күндердің бір күнінде Кендебай аң аулап жүрсе, Қаратаудың ойында, терең құздың бойында арыстандай көкжал бөрі бір буаз биені жаңа ғана жарып жегелі жатыр екен. Кендебай жүгіріп барып, көкжалды құйрығынан ұстап алып, бұлғап-бұлғап лақтырып кеп жібереді. Қасқыр арс етіп, аузын қисаңдатып өліп қалады. Кендебай қасқырдың терісін сойып алып, биенің қасына келсе, бие жанталасып өлгелі жатыр екен. Кендебай алмас қанжарымен биенің қанын жарып жіберіп, құлынын суырып алады. Арыстай еркек құлын екен. Кендебай құлынды үйіне алып қайтады. Оны құланның сүтімен асырайды. Құлын сағат сайын емес, минут сайын өсіпті. 6 айдың ішінде 6 кез ат болып шығыпты. Аттың түсі Керқұла болыпты. Кендебай Керқұланы үйретіп мініп, түнделетіп жүріп аң аулапты. Керқұла қуса жетіп, қашса құтылатын, аузымен құс түстеген ерен жүрек болыпты. Кендебай Керқұланы құстай ұшырып, алды қырдың ар жағынан қаша жөнелген құланды көзді ашып жұмғанша қуып жетіп, құйрығынан ұстайтын болыпты. Кендебай осылай аң аулап, ел аралап жүре беріпті. Ол мейлінше қайырымды болып, жылағанды жұбатып, жатсынуды білмепті. Табысына бүкіл ел ортақ болыпты. Керқұла атты Кендебай батыр атанып, әлемге аян болыпты. Бір күні Кендебай аң аулап алысқа ұзап кетіпті. Кетіп бара жатса, қозысын бағып жүрген бір балаға кездеседі. Бала еңіреп жылап жүр екен. Кендебай қасына келіп, көзің жасты, көкірегің қайғылы неткен жансың деп сұрапты. Баланың басы таз, киімі өрім-өрім екен. Ардақтаған анаңды алса, төгілмей ме ырысың, асқар таудай әкеңді алса, көрген күнің құрсын деп қоя беріпті бала. Не болды, жөндеп айтшы деп сұрапты Кендебай. Бала көзінің жасын көл қылып, ауыр бір күрсініп алып, былай деп жауап беріпті. Мен Мергенбай деген батырдың жалғыз баласы едім. Қазір 6-ға келдім. Биыл 4-ші жыл елімізге жау тиіп, жылқы біткеннен тұяқ қалдырмай айдап әкетті. Әкем алып ұйқылы батыр еді. Ұзақ жортулардан келгенде 6 күн қатарынан ұйықтайтын. Осы ұйқыда жатқанда әкемді жау әскері байлап алып кетті. Әкемді арашаламақшы болып, жетіп барған шешемді қайырымсыз жау алдына өңгеріп салып алып кетті. Мен жетім қалдым. Ішерге асым, киерге киімім болмаған соң, амалсыздан Тасқара байдың қозысын бағып жүрмін. Ардым тоздым, ернім жалақ, басым таз болды. Содан бері көзімде жас, көңілімде қайғы. Мен әке шешеме жылаймын, бай жылқысына жылайды. Олай болса жылама, мен әке шешеңді іздеп тауып берейін дейді Кендебай. Бала қуанып кетеді. Ағай, онда біздің қойшылардың қасына 2-3 күн жатып тынығыңыз, содан кейін жүрерсіз деп өтінеді. Кендебай мақұл деп қойшылардың қасына барып түседі. Атап алған құландарын асып, тамақ пісіреді. Кешке басқа қойшылар келеді де, манағы қозышы келмейді. Әрі күтеді, бері күтеді. Кендебайдың көзі ұйқыға кете бергенде, өкілеп ақылап қозышы келеді. Неге кешіктің деп сұрайды Кендебай. Жай ішім ауырып қалып еді дейді бала. Таң ертең ойнап күліп қозысын өріске айдап кетеді. Кешке басқа қойшылар келгенде, манағы қозышы тағы да келмейді. Кендебай іздеп барып, талып жатқан баланы тауып алады. Бала есін жинағаннан кейін Кендебай мән жайды сұрайды. Бала жөнін айтпайды. Содан кейін Кендебай балаға ашуланады.
Сонда қозышы бала былай дейді: кешеден бері күн батқан кезде алды аққу төбемнен айналып ұшады да, Кендебай салмында ма, Керқұла атты қолда ма, баудан нұры балқи ма, балақ жүні шалқи ма деп сұрайды. Мен тұрып, Кендебай сал мен едім, Керқұла атым қолда еді, баудан нұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды деп жауап береді. Олар мені қанаттарымен қағып жығып кетеді. Мен талып түсем деп жауап береді. Үшінші күні қозышы баланың киімін киіп, қозыны бағуға Кендебай өзі шығады. Күн батып, қас қарайған кезде баяғы алты аққу Кендебайдың төбесінен алты айналып ұшып жақындап келеді де: Кендебай сал мұнда ма, Керқұла аты қолда ма, баудан нұры балқи ма, балақ жүні шалқи ма деп сұрайды. Керқұла атты Кендебай қозышы бала болып, баудан нұрым балқиды, балақ жүнім шалқиды деп жауап береді. Сонда аққулар ашуланып, Кендебайды қанаттарымен қағып сабай бастайды. Кендебай біреуінің аяғын шап беріп ұстай алады. Аққулар ұша жөнеледі. Кендебайдың қолында біреуінің алтын кебісі қалып қояды. Байқап қараса, кебістің бетінде жазу бар екен. Кендебай басқа аққуларды бірнеше күн күтеді, бірақ олар келмейді. Содан кейін Кендебай қойшылармен қоштасып үйіне қайтады. Ата-анасына 1 жылдық азық дайындап беріп, сауыт сайманын киіп, жау жарағын асынып, азығына 60 құлынның қазысын алып, баяғы жетім баланың әке-шешесін іздеуге шығады. Керқұла ат құстай ұшып құйғытып барады, айлық жерді алтақ аттайды. Көз ұшындағы құс қанатын жазып, жерден көтерілгенше Керқұла ат үстінен аттап өтіп кетеді. Теңізді, көл, дарияны, шалшық, тауды қырат құрлы көрмейді. Сонымен Кендебай күн жүреді, түн жүреді, ай жүреді, апта жүреді. Бір жерлерге келгенде аспанмен тірескен бір биік тау көрінеді. Таудың етегіне келгенде Керқұла атқа тіл бітіп сөйлейді: достым Кендебай, іздеген жоғың алыста емес, біреу емес, екеуі де осыдан табылады. Мына таудан әрі ассаң, ағып жатқан өзенді көресің. Өзеннің ортасында бір арал бар. Ол аралда адам перісінің ханы тұрады. Сенің қолтығыңдағы алтын кебіс осы ханның қызының кебісі. Баяғы қойшы баланың әке-шешесі де осы ханның қолында. Олар терең зынданда жатыр. Зынданның аузы құлыпты, оның кілті қолға түспейді. Ол кілт 60 өзен құйылған терең дарияның түбінде жатыр. Адам баласы оның түбіне жете алмайды. Таудың арғы беткейінде сиыр бағып жүрген зор денелі бір адам бар. Ол жорықта қолға түскен адам, қазір ханның құлы. Сен сол адамға бар да жолына жетерлік пұл бер. Оның киімін өзің ки, өзіңнің киіміңді оған кигіз. Сөйтіп әлгі адамды азат ет те, өзің сиырды бағып қал. Қазір құйрығымнан бір тауық қылды ал да мені қоя бер. Сауыт сайман, құрал жабдықтарыңды менің үстіме сал. Әзірге саған менің де құралдың да керегі жоқ. Егер керек бола қалсам, құйрығымнан алған қылды тұтат. Сонда мен дайын боламын. Ендігі әңгімені барған соң көрерсің дейді. Кендебай Керқұла аттың құйрығынан бір тал қыл жұлып алып қалады да қоя береді. Оның айтқанының барлығын істейді. Малшыны азат етеді, жолына пұл береді. Оның киімін киіп, сиырды өзі бағып қалады. Кешке жақын өзеннен айдап өткізейін десе, сиырлар суға түспейді. Кендебай ашуланып кетіп, сиырларды сирағынан ұстап алып, бір-бірлеп лақтыра бастайды. Лақтырған сиырлар өзеннің ортасындағы аралға томпылдап түсіп жатады. Сол кезде ханның кіші қызы судың арғы жиегінде көріп тұр екен. Ой, оңбаған-ау, қырасың ғой малды. Неге күндегідей айрылғырдың суы айрыл деп айтпайсың деп айғай салады. Кендебай айрылғырдың суы айрыл деп еді, өзеннің суы екіге айырылып, ортадан жол ашылады. Сөйтіп Кендебай мал бағып жүре береді. Бір күні хан өзінің 2 баласын шақырып алып, бүгін қара бие құлындайды. Бұл 9-шы құлындауы. Құлындаған күні түнде құлын жоқ болып кетеді. Бүгін осы биені өздерін күзетіңдер. Не болғанын көздерімен көріңдер дейді. Оны Кендебай естіп тұрады. Кешке ханның 2 баласы биені күзетуге барғанда, Кендебай да жасырынып барып отырады. Біраздан кейін ханның 2 баласы қорылдап ұйықтап қалады. Кендебай ұйықтамай отыра береді. Таң біліне берген кезде бие алтын құйрықты, құндыз жүнді арғымақ құлын туады.
бір кезде аспаннан бір бұлт түйіліп келеді де құлынды көтеріп алып жөнеледі. Кендебай шап беріп құйрықтан ала түседі. Кендебайдың қолында алтын құйрық жұлынып қала береді. Кендебай алтын құйрықты қойнына тығып ұйықтап қалады. Ертеңіне таң сәріде хан екі баласын шақырып алып, не көргендерін сұрайды. Балалары тұрып, бие құлындаған да жоқ, еш нәрсе де болған жоқ деп жауап береді. Хан тағы да таң қалып отырғанда, Кендебай есіктен кіріп келіп, дат тақсыр дейді. Датың болса айт дейді хан ақырып. Мен айтсам, бұлардың айтып отырғаны өтірік, бұларға көрінбей мен де күзеттім. Түн ортасы кезінде екі балаңыз ұйықтап қалды. Таң алдында бие бір алтын құйрықты құнды жүзінде құлын туады. Аспаннан бір бұлт түйіліп келеді де, оны көтеріп алып жөнеледі. Мен құйрықтан шап беріп ұстай алдым. Бұлтпен араласқан үлкен құс құлынды алып кетті де, құйрық менің қолымда қала берді. Сөздің аяғын күтпей, құйрық қайда дейді хан. Тақсыр, сабыр етіңіз. Мен алтын құйрықты пайда қылғым келсе, сізге айтпаймын ғой. Міне құйрық деп Кендебай құйрықты қойнынан суырып алғанда, үйдің іші жап-жарық болып кетеді. Ханның балалары ұялып жерге қарайды. Қазір үшеуің іздеп шығып, құсты да құлынды да тауып келіңдер. Таба алмасаңдар, менің маңымды көрмеңдер дейді хан. Кендебай өзеннен өтіп алып, құйрықтың құлын тұтатқан кезде Керқұла аты жетіп келеді. Керқұла атты мініп алып, қару-жарақты іліп алып, сауыт саймандарын киіп алып, Кендебай жөнеле береді. Бір жерлерге келгенде ат тағы тоқтай қалады да Кендебайға: анау жалыны аспанға шығып жатқан от дариясы. Сенің баратын жерің сол дарияның ар жағында. Қазір көзіңді жұм. Мен аш дегенше ашпа. Көзіңді ашсаң, екеуміз де өлеміз дейді. Кендебай көзін жұмады. Сонымен ұша береді. Бір кезде ең әуелі ыстық лепті, одан кейін ысылдаған желді сезеді. Талай уақыт өткеннен кейін аш көзіңді дейді Керқұла ат. Кендебай көзін ашып жіберсе, үлкен дарияның ортасындағы аралға келіп түскен екен. Аралда алтын құйрықты 8 құлын, құйрығы жоқ бір құлын алтын ауадан су ішіп тұр екен. Керқұла атқа тағы да тілі бітіп, аспанмен тірескен анау бәйтеректің басында самыр құстың ұясы бар. Ол 6 айда бір рет азық іздеп кетеді де 15 күнде кері айналады. Қазір ол азық іздеп кетіпті. Оның қайтып келуіне әлі 6 күн бар. Біз оның қолына түспес үшін 6 сағатта 6 айлық жол алуымыз керек. Менің үстіне мін де алтын науаны алдына өңгер. Құлындар алтын науадан қалмай, біздің соңымыздан ереді де отырады. Біз құлындарды соңымыздан ертіп отырып, манағы от дариясынан тікелей өткізе алмаймыз. Айналып жүруіміз керек. Біздің келердегі қысқа жолымыздың кетерде алыс болып отырғаны да сол. Бұл жолымызда 3 бөгет бар. Ең әуелі 7 басты дәу кездеседі. Ақырған арыстанға жолығамыз. Содан кейін жәдігөй кемпір бар. Ал уақыт оздырмай жүрейік дейді. Кендебай алтын науаны Керқұла атқа өңгеріп алып жөнеле береді. Барлық құлын бұның соңына ереді. Бір уақытта алдарынан бір үлкен тау көрінеді. Тау теңселіп, қозғалып бұларға қарай жақындап келеді. Бұл 7 басты дәу еді. Кендебай алтын науаны жерге қояды. Құлындар науаға еріліп тұра қалады. Кендебай қолына 100 батпан шоқпарын алып, Керқұла аттың барлық шабысымен дәуге қарсы шаба жөнеледі. Көзді ашып жұмғанша ағы өтіп бара жатып салып кетеді. Дәудің бір басы ұшып түседі. Кейін қарай шауып, тағы соғып өткенде екінші басы ұшып кетеді. Дәл осылай ерсілі қарсылы 7 өтіп, 7 рет соққанда 7 басы бірдей ұшып кетеді. Дәу төңкеріле құлайды. Кендебай дәудің көзін ойып, қоржынға салып алады. Кендебай қайтып келіп, алтын науаны өңгеріп, құлындарды ертіп жүріп кетеді. Екпініне шаң ілеспей, айт дегенде 6 қырдан бір-ақ асып, Керқұла ат зымырап келеді. Бір кезде алыстан арыстанның ақырған дауысы естіледі. Кендебай бұл жолы Керқұла атты құлындардың қасына қаңтарып тастап, дауысы шыққан жаққа жаяу жүре береді. Ілгері 2-3 аттағанда бір леп Кендебайды тартып ала жөнеледі. Бір уақытта Кендебай арыстанның апандай аузын көреді. Кендебайды тартып жатқан соның лебі екен. Кендебай 6 құлаш алмас қылышын көлденең ұстай қояды. Алмас қылыш арыстанды 2-ге бөліп, Кендебайды ар жағынан бір-ақ түсіреді. Кендебай арыстанның аузын қағып алып,
тағы жүріп кетеді. Талай белестерді, талай таулар бұлдырап артта қалып барады. Бір кезде жер дүниені қап-қара тұман басып кетеді. Тек алтын құйрықтардың сәулесі ғана олардың жолын жарық қылып көрсетіп тұрады. Сол екі арада қараңғылық серпіліп жүре бергенде сылаңдаған бір сұлу қыз шыға келеді. Кендебай атынан түсіп қызға қарсы жүреді. Қыз мұның бетіне ұзақ қарайды да, ұзақ жүріп шаршаған шығарсыз, ордама жүріп тынығып кетіңіз дейді. Жәдігөй кемпірдің қыз болып қарсы алатынын, оның ордасына кірген кісі кері шықпайтынын Керқұла айтқан болады. Шаршағаным рас, демалуға қарсы емеспін, бастаңыз дейді Кендебай. Қыз алға түсіп аяңдай бергенде Кендебай алмасын сермеп кеп қалады. Алмас қылыштан от жарқ ете түседі де, дүниені тағы да тұман басып кетеді. Тұман ашылғанда қыздың орнында екіге бөлінген кемпір жатады. Кендебай кемпірдің басын кесіп қоржынға салып алады. Бұл кемпірдің қарамағындағы жерден ұшқан құс, жүгірген аң өте алмайтын. Кемпірдің өлгенін қазір ешкім білмейді. Сондықтан бұл жерге самұрық келмейді. Осы жерде 1-2 күн демалайық дейді Керқұла. Кендебай сол арада 3-4 күн тынығып, кемпірдің асыл қазынасын жинап алып, Керқұла аттың алдына алтын науаны өңгеріп, алтын құйрықты құлындарды ертіп, аман-есен ханның үйіне жетеді. Хан қуанып, үлкен той жасайды. Той үстінде түк таба алмай сандалып, мойындары ырғайдай, сирақтары шиедей болып, азып-тозып, ханның 2 баласы келеді. Хан Кендебайды төрге отырғызып, оның аты жөнін сұрайды. Мен хан баласы емеспін, адам баласымын. Өзім атым Кендебай. Ел мені Керқұла атты Кендебай деп атайды. Сіздің еліңізге ерігіп келгенім жоқ, жұмыспен келдім. 2 бірдей жоқ іздеп жүрмін. Намыс іздеп жүрмін. Рұқсат болса айтайын дейді Кендебай. Айт балам дейді хан. Бұдан бірнеше жыл бұрын сіздің жорықшыларыңыз елімізді шауып, малымызды айдап, қолға түскен батырымызды байлап алып кетіпті. Міне сол батырды босатып әкетпек болып келдім. Бұл бірінші. Екінші жоғы мынау. Бір күні малда жүргенімде аспандап ұшқан 6 аққудың алтын кебісі менің қолымда қалды. Сол алтын кебіс сіздің елдікі дейді. Соны табыс еткелі келдім деп Кендебай алтын кебісті ханға ұсынады. Сонда хан: дұрыс балам, сіздің елдің малын айдатып, батырын байлатып алғаным рас. Мергенбай батыр әйелімен екеуі біздің қолда. Зынданда жатқан Мергенбай батырға маған қызмет етсең босатам деп елші жіберіп едім. Қарысқан батыр екен. Жауыма қызмет етпеймін, бірақ қол аяғымды босатсаң, содан кейін сөйлесем деп қарсып жатып алды. Босатуға қорықтық. Ондағы мақсат сені қолға түсіру еді. Сенің атағың бізге де мәлім еді. Сені алдыртып, құлынды қоймайтын қара құсқа жұмсамақ едім. Өзім іздеп таба алмаған соң, намысы болса іздеп келер деп еліңді шаптырып, батырыңды байлатып алдыртқан едім. Одан кейін де 2 жылдай келмедім. Содан соң 6 қызым сені іздеп барған болатын. Бұл менің кіші қызымның кебісі. Енді сенің алдыңа қоятын тағы бір шартым бар. Ол мынау: дүниеде 7 басты дәу бар, ақырған арыстан бар, жалмауыз кемпір бар. Осы үшеуін өлтіріп бастарын алып кел. Осыны орындасаң, батырыңды босатып беремін, малыңды өзіңе қайтарамын, кіші қызымды беріп күйеу етемін дейді. Кендебай Керқұла аттың қанжығасындағы қоржын алып келіп, арыстанның аузын, кемпірдің басын және 7 басты дәудің көздерін ханның алдына төгіп тастайды. Хан разы болып, зынданда жатқан Мергенбай батырды, оның әйелін, қолға түскен басқа адамдарды азат етеді. Шауып алған малын қайтарып береді. Кіші қызын Кендебайға қосып, 30 күн ойын, 40 күн тойын істеп, көп сыйлықтар береді. Кендебай еліне аттанады. Кендебай елдің малын айдап келіп, иелеріне табыстайды. Ал қозы баққан бала ата-анасына қосылып қуанады. Ұлы думан үлкен той жасайды. Кендебай тұрған елге батып ешбір жау тие алмайды. Сөйтіп бұл ел Керқұла атты Кендебай батырдың елі болып атаныпты. Осымен видеомыз аяқталды. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, арнамызға жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.